Біз бүгін лапша сорпа дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, кішкене қуырамыз. 2 ас қасық соевый соус құямыз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. 1 шай қасық томатымызды салып, жақсылап араластырып, 400 мг тұз араласқан суымызды құямыз. Қазанның қақпағын жауып, 10 минут қайнатамыз. Картопты салып, тағы 20 минут қайнатамыз. $800 мг су құйып, бір қайнатып аламыз. Лапшамызды салып, лапша толық піскенге дейін қайнатамыз. Біздің тамағымыз дайын болды.